Досымыздан қанша сауал тосылды. Өмір бізді ерті бейне. Сәби кезім бір ойнайтын досымды ертіп бардым нағашымның үйіне. Сәбилік шақ, сүттей әппақ кезең бұл. Аңғал, бейған, балбұлақтай сыңғырлы. Досым киіп көрем деп әжемнің ойда жоқта көз әйнегін сындырды. Енді қайттым, амалайлы азайып, құтылуға өткел іздеп тарықтық. Досым менің ұяң еді ғажайып, әжем өте қатал еді жарық. Баламынша бола мекен мазасыз, қане қайсын көз әйнекті сындырған, қалдырмаймын жазасыз, сындырған кім? Алдыма кеп тұр жылдам. Енді қайттық, кім ұсынбақ көмегін? Бұл сұмдықтан құтқармақ боп досымды. Кешіріңіз, мен сындырдым. Мен едім. Бір ерекше дүлей мінез досым еді. Шіркін адам табиғатай сан қырлы, қанша шулы болғанымен осы рет, әжем мені жазалаусыз қалдырды. Лезде қайта көтеріліп еңсеміз, көңіліміз